Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сот, қоғам сенім атты жаңа жобамыздың алғашқы қонағы сот жүйесіндегі ұзақ жылдар қызмет атқарған, өмірін заң мен әділетке арнаған құрметті отставкадағы судья Мейірхан Дайырбекұлы Атибеков мырзамен сұхбаттасатын боламыз. Мейірхан Дайырбекұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Студияға шақырғандарыңызға рахмет. Мейірхан Дайырбекұлы, сізді көпшілік өте білікті судья деп сипаттайды. Осы судьялық жолға сіз қалай келгеніңіз туралы, бұл балалық арманыңыз болды ма, сол туралы айтып берсеңіз? Енді менің жасым 66-ға келді бүгін. Өмірімнің жартысы Кеңес одағында өтсе, енді қалған жарты өмірім осы егемен Қазақстанда өтіп жатыр. Кеңес одағы заманында жастарға бір үлгі көрсететін, тәрбиелік мәні бар кинолар болатын. Мысалы, «Место встречи изменить нельзя», «Обвиняются в убийстве» деген сондай киноларда әділ тергеуші, әділ прокурор, әділ соттарды көрсететін. Сондай киноларды көргенде мен де ойлайтынмын, осындай әділ тергеуші болсам екен, әділ прокурор болсам екен, әділ сот болып, елге қызмет етіп, заңдылықты нығайтуға үлесімді қоссам деген арманы болатын. Ресей Федерациясында Свердловск деген қала болды. Қазір Екатеринбург деп аталады. Сол жерде Свердловск заң институты болған. Сол заң институтына сот прокурорлар факультетіне оқуға түстім. Сол 4 жыл оқуды бітірдім де Жамбыл қаласына келдім. Жамбыл қаласында ол кезде орталық аудан, завод аудан деген 2 аудан болатын. Орталық аудандық прокуратураға тергеуші болып жұмысқа тұрдым. Жамбыл облыстық сотының қылмыстық істер қарайтын сот алқасының судьясы болып 30 жыл бойы жұмыс істеп. Керемет. Демек, сіздің әділетке деген құштарлығыңыз бала бастан болған екен ғой? Солай деуге болады, иә. Сіз қызмет еткен жылдардан бері сот жүйесінде біраз өзгерістер болды. Ол айқын. Сол туралы кішігірім не айтып бере аласыз? Баяғы Кеңес одағы заманында осы Қазақстанда қылмыстық кодекс, қылмыстық процестік кодекстер деген кодекстер 1959 жылғы кодекстер еді. Тасып қатып қалған заңдар өзгертілмей, сол егемендігімізді алғанша сол кодекстермен пайдаланғанбыз. Ол кодекстер қазір мына егемендікті Қазақстан алды ғой. Содан кейін біз демократиялық мемлекет құра бастадық, зайырлы мемлекет құра бастадық. Экономикамызды нарықтық рельске салдық, түсірдік, дұрыс па? Бір ғана мысал келтірейін. Совет одағында іскер адам болса, бір жерде бір нәрсені жаңағы арзанырақ сатып, бір жерге мұқтаж жерге әкеп товар сатса, оны спекулянт деп соттайтын, түрмеге жіберетін. Ол совет экономикасының заңдары етін. Ондай заңдар нарық экономикасына қарама-қайшы келеді. Сондықтан біз егемендік алғаннан кейін қылмыстық кодексті, қылмыстық процестік кодексті жаңарттық, жаңадан жаздық. Қазіргі қылмыстық процесінің адамның құқығын, оның бостандығын, арын, намысын қорғайды. Соған көп мәселе, көп назар аударылған қазіргі заңдарда. Біз дамыған демократиялық мемлекеттерден көп үлгіні алып өзімізге соны енгіздік. Сондай айырмашылықтары қазіргі. Біраз судьялық жылдарыңызда сіз көптеген неше түрлі істерді қарадыңыз. Сол істерді қарау барысында ең қатты есіңізде қалып қалған бір ерекше іс бар ма? Бар. 30 жыл судья болдым, жұмысым сол қылмыстық істерді қарау ғой. Бірақ бір есімде қалған бір қылмыстық істі айтайын. Қысқаша. Бір әйел кісіні бухгалтер болып мекемеде жұмыс істеген қылмыстық жауапкершілікке тартыпты. Сол қылмыстық іс маған келіп түсті. Іспен таныссам, айыпты былай таққан. Бұл адам бухгалтер болып мекемеде жұмыс істеп жүріп, баласы ауырды деп баласын 2-3 айға санаторийге алып кетеді. Жұмыста болмайды, бірақ өзіне жұмыста болдым деп 3 ай бойы өзіне айлық жазып алып, өкіметтің жұмыс істемей тұра айлық алып, жаңағы өкіметтен осындай ұрлық жасады, 3 айлығын деген айып тағылған. Сол қылмыстық істі маған түсті, мен жаңағы соттаушы әйелден сұрадым. Сіз бухгалтер болдыңыз, жаңа балаңызды емдетіп жұмысқа шықпағаныңыз рас па? Я рас, дейді.
Ал жұмысыңызды сіздің бухгалтерлік негізгі сіздің жұмысыңызды кім атқарды деп, мен өзім атқардым деді. Мен баламды емдетіп жаттым. И бухгалтерлік жұмысымның бәрін толық көлемде өзім атқардым. Мен ол жерге жатқанда өзіміздің мекеменің басшысынан рұқсатымды алып, келісіп, өз жұмысымды өзім атқарамын деп, соның рұқсатымен барып жаттым деді. Одан кейін мекеме басшыларын сұраймын. Мына кісі жұмыс істеді ме, жұмысын атқарды ма? Иә, жұмысын атқарды. Бір кінәсі кабинетте болған жоқ, атақ жұмыстың бәрін атқарды. Жұмысшыларымыз айлық алып отырды. Ай сайын жіберетін отчеттарын Астанаға, басқа жаққа бәрін жіберіп отырды дейді. Бізге ешқандай зиян келген жоқ. Мен ол кісіні ақтап жібердім, ақтау үкімін шығардым. Себебі ол бұрынғы заманы мен қазіргі заманды салыстырсаңыз, қазір электронный почта деген бар, WhatsApp деген бар, ноутбук деген бар. Ол үлгермеген жұмыс үйіне апарып та жұмыс істей алады. Ол баласын емдетіп жатып, өзіне жүктелген жұмысының бәрін толық жасап жатса, ешкімге зиян келмесе, бар болғаны оның кінәсі сонда жұмысты кабинетте жасамады деген, онда айыппен адамды соттауға болмайды. Ол қылмыстық заң алдында ақ. Мен оны ақтадым. Ол менің ақтау үкімімен прокуратурада келісті, басқалар да келісті. Сонымен сол заңды күшіне енді адам ақталып таза аты таза қалды. Қазіргі таңда жалпы сіздің ойыңыз бойынша сотқа деген сенім туралы не айта аласыз? Мен өз пікірімді айтайын. Жалпы халқымыздың, еліміздің сотқа деген сенімі бар. Ол менің пікірім бар. Себебі аудандық соттар шығарған шешім болсын, үкім болсын, 98% әділ болып келеді. Егерде судья қателессе аудандық сот, оны түзететін облыстық соттың апелляциялық сатыдағы соты бар. Егерде даже облыстық соттың апелляциялық сатысы қателессе, жоғарғы соттың кассациялық сот алқасы бар. Ол түзеледі. Ал сенімі бар дегенім, сотқа елдер жүгінеді, талап арыз қояды, жауапкер болады. Бірақ сын да айтады сотқа. Мына сын мен сенімді шатастырмайық. Сотқа сын айтады. Неліктен? Себебі тергеуші дейміз, прокурор дейміз. Сот әр қылмысқа нүктесін, ақтық нүктесін сот қояды. Сот жазалайтын орган. Жаза тағайындайды. Ал сіз осы сот тәуелсіз деген сөз шын өмірде қаншалықты көрініс табады? Бізде қазір біз тас болып қатып қалған нәрсе жоқ қой, бізде дамып жатырмыз. Бізде енді әзірше Қазақстан егемендік алып, ең демократияның шыңының биігіне шықты деп әзірше айтамаймыз. Біз ол үрдіс, біз жүріп жатырмыз. Сол дамыған демократиялық зайырлы мемлекеттердің қатарына қосыламыз, экономикамыз дамиды деп жатырмыз. Сонымен қатар соттың тәуелсіздігін де жүзеге асырып жатырмыз. Адам болу әстесте дейді ғой. Біз бір қадамнан кейін бір қадам жасап келе жатырмыз. Бүгінгі күнге соттың тәуелсіздігі конституциямызда да бекітілген, ата заңымызда, қылмыстық процестік кодексімізде де бекітілген. Және мысалы мен Совет одағы заманында, Кеңес одағы заманында да жұмыс істедім ғой. Ол кезде судьяны аудандық партия комитеті, қалалық партия комитеті, коммунист партия мүшелерінің біреуін заңгер білім барды, өздері тағайындайтын. Ал қазір әр жоғары білімі, заңгерлік жоғары білім бар адам судья боламын десе, керекті жасқа жеткенде өзі талпынып, бәсекеге түсіп, судья бола алады. Мейірхан Дайырбекұлы, қазіргі заң саласында енді қадам басып жатқан көптеген жас судьялар бар. Сол жастарға, болашақ судьяларға қандай ақыл кеңес берер едіңіз өзіңіз? Болам деген жас судьяларға, заңгерлерге судья болам деген. Судья деген лауазым заңмен ғана жұмыс істейді. Сондықтан кез келген судья өз саласындағы заңды өте жақсы білу керек. Ол бірінші, заңды жақсы білу керек. Екіншісі, білген заңын дұрыс қолдану керек. Заң бар, бірақ қай заңды қолдану керек, қандай жағдайда қай заңды қолдану керек, соны білу керек, қай заңды қолдану керек екен. Одан кейін жаңағы соттың шығарған шешімі, үкімі заңға сәйкес болу керек және әділ болу керек. Мысалы, қылмыстық кодекстің бабында айтады, мұндай қылмыс жасағанға 5 жылдан 10 жылға дейін жаза тағайындалсын дейді.
сонда 5 жылын бере ма сот, 10 жылын бере ма? Ол сотталушы адамның қандай екенін біліп, бұрын сотталған рецидивист па, бірінші рет қылмыс жасап отыр ма, өкінеді ма, жасаған іс-әрекетіне, келтірген қылмыспен залалын өтеді ма, сондай мәселелердің бәрін саралап, таразыға салғанда өлшеп, әділ шешім шығару керек. Осы әділеттік керек, заңдылық керек, заңды білу керек, заңды дұрыс қолдану керек. Осыған шақырамын жас судьяларды. Мейірхан Дайырбекұлы, бізбен ой бөлісіп, өмірлік тәжірибеңізбен ашық бөліскеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, бұл біздің сот қоғам сенім атты жаңа жобамыздың алғашқы шығарылымы болды. Алдағы уақытта да осындай әсерлі сұхбаттармен бөлісіп отыратын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.